Дәл осы пирогты Рамазан айында заказға жасап, біраз табысқа кенелсеңіздер болады. Алдымен песочный тестаның ең универсальныйын жасап алу керек. Бұл универсальный тестаны мен кез келген песочный пирогқа осыны қолданамын. Үлкен болса 2 есе, кіші болса дәл осы рецептпен жасаймын. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен песочный теста жасап алыңыздар. Ал бұл песочный тестаның құрамын астына қалдыратын боламын. Холодильникке салып 15 минутке қойып, бұл уақытта тарыны суға немесе қайнап тұрған сүтке бұқтырып қоямыз. Ірімшікті де арнайы осылай турап алатын боламыз. Ірімшіксіз жасауға да болады, бірақ ірімшікпен өте керемет ерекше болып шығады. Ал начинка үшін қаймақ, жұмыртқа, сгущенное молоко және де кукурузный крахмал мен шекер қажет болады. Сгущенное молоко мен қаймағыңыздың качествосына сенімді болмасаңыз, кукурузный крахмалды көбірек салсаңыз болады. Жаңағы тестаны осылай жайып алып, тарыны араластырып, начинканы құйып, жартысынан кейін ірімшікті салып, одан кейін тағы жартысын құйып, жай отта 180 градуста